Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сабақтың тақырыбы бір атаның балалары. Сегодня тема урока «Дети одного предка». Повесть Мухтара Мағауина. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздердің қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу. Бағалау критерийі тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіреді. Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазады. Алдымен жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырып, сөздікке көшіріп алыңдар. Прежде чем приступить к тексту, мы поработаем с новыми словами. Ребята, новые слова запишите в словарь. С новыми словами постарайтесь составить словосочетание и предложение. Жетім, сирота. Сөзге құлақ салу, быть послушным. Шалғай, в стороне, на отшибе. Ересек, взрослый. Жағалай, вокруг, вдоль. Панасыз, беспризорный. Қолағаштай, большой, огромный. Ал енді мәтінмен жұмыс жасау алдында мәтінмен танысайық. Но прежде чем приступить к заданиям по тексту, сначала познакомимся с текстом. Бір атаның балалары. Отрывок из поэмы, то есть из повести «Дети одного предка». Ал ағайын, тегіс жиналсан, сөзіме құлақ сал, деді басқарма. Ну а теперь послушайте меня, сказал начальник. Өздерін білесін, мен жұмысшы әкелем, деп кеттім. Сами вы знаете, я уехал, сказав, привезу рабочих. Үкімет біздің Бұлғыртау ауданының 9 колхозына 54 бала жіберген екен. Власти в наш район Бұлғыртау в 9 колхозов отправили 54 детей. Жер аяғы шалғай, мен барғанша ересектердің бөліп әкетіпті. Мы находимся на отшибе, в стороне, поэтому пока я доехал, старших уже забрали. Менің әкелгенім 6 бала. Я привез только 6 детей. Бәріне жетпейді, всем не хватит. Әзір қолда барын Құдай жолымен бөлем. Пока буду делить, сколько есть, кому достанется. Ал Дауренбек, деді басқарма. Ну, Дауренбек, сказал начальник. Документіңді оқы, балалардың мән-жайын айт. Прочитай документы, расскажи о детях. Стройдың басында тұрған екеу қазақ балалары, үлкені 8-де, кішісі 6-да. Самыми первыми в строю стоят дети-казахи. Старшему 8 лет, младшему 6. Мынаусы Ертай, анаусы Нартай, екеуі ағайынды. Этот Ертай, тот Нартай. Они братья. Бұлардан соңғы татар баласы, аты Рашид, 7-де. После них татар мальчик, его зовут Рашид, ему 7 лет. Көзі сығырайған жалпақ жібет, тақырбас қара әйел бала, қалмақ я дүнген, жасы 6-да. С узкими глазами, широким лицом, лысый, это девочка, или калмычка, или дунганка, 6 лет. Қасындағысының аты Яков, 9-да. Қолғаштай мұрнына қарағанда,
жует тәрізді, бірақ документте орыс деп жазылған. Рядом стоит Яков, ему 9. Если посмотреть, у него большой нос. По документам он русский. Қайдан кеп, қайдан тұрғаны белгісіз, әрі мылқау. Он не знает, откуда он приехал, и немой. Ең соңындағы жаңа алдымен шыққан қасқа жетіде. Самый последний, новый мальчик, ему 7 лет. Сіздерден жасыратын не бар, тегі жаман, неміз. Не буду от вас скрывать, он по национальности немец. Бұл баланың орны детдом емес еді. Әке шешеден бірдей айырылып, панасыз қалған сон алынған екен. Место этого ребенка не детский дом. Сразу лишившись 2 родителей, отца и матери, остался без приюта. Үкіметтің кемшілігі көп. У власти много лишнего. Енді осы араға келіп тұрған жайы бар. Теперь он здесь. Ахмет шал балаларды жағалай басынан сипап өтті де, ең шетте тұрған неміс баласын қолынан ұстады. Старик Ахмет обошел всех детей, погладил по голове, взял за руку немецкого мальчика. Мен осы мықтыны өзім қаладым. Баланың атын айт. Я выбрал этого сильного. Скажи его имя. Зигфрид Вольфгаген Вагнер. Қарық болдыңыз, деді Дауренбек мырс етіп. Дауренбек улыбнулся и сказал с ехидством: его зовут Зигфрид Вольфгаген Вагнер. Повезло же вам. Жөн-ақ, деді Ахмет ақсақал. Ну так и быть, сказал ақсақал Ахмет. Келісті, жақсы ат екен. Имя у него хорошее. Айналайын, жүр, кеттік. Дорогой, пойдем домой. Апан күтіп отыр. Мама заждалась. Жылы қымтаулы төсекте жатқан, ет желініп бітпей-ақ ұйқыға кеткен Зигфрид Вагнер ертеңіне таңертең Зекен Ахметұлы Бегімбетов болып оянды. Укутавшись в теплом одеяло, не доев свое мясо, Зигфрид Вагнер на утро проснулся Зекеном Ахметұлы Бегімбетовым. Ал енді оқушылар, осы мәтін бойынша тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма: үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Используя новые слова, вы должны внести свое мнение по проблеме, которая затрагивается в тексте. Это задание мы выполним по формуле POPS. Формула POPS бірінші сөйлемі менің ойымша деп басталады. Первое предложение начинается со слов менің ойымша, мое мнение. Второе предложение себебі, потому что. Третье дәлелдеймін, доказываю. Пример приводим. Төртінші қорытындылай келсем. Қорытындылай келе в заключении. Дескрипторға назар аударыңдар. Үйренген сөздерді қолданды, использовали новые слова. Өз ойын білдірді, выразил свое мнение. Себебін түсіндірді, объяснил причину. Мысал келтірді, привели пример. Қорытынды жасады, сделали вывод. Келесі екінші тапсырма: эссе құрылымын сақтай отырып, ауылға жетім балалардың әкеліп таныстыруын сипаттап жазыңдар. Значит, вам нужно написать эссе, соблюдая формулу эссе,
структуру эссе, написать знакомство детей-сирот, которых привезли в аул. В эссе у вас должно быть 3 части. Кіріспе бөлімі – это вводная часть, негізгі бөлімі – основная часть, қорытынды – заключение. Обратите внимание на дескриптор. Кіріспе бөліміне 1 балл, вводная часть 1 балл, негізгі бөлімі основная часть 1 балл, қорытынды бөлімі заключение 1 балл, эссе көлемі 10 сөйлем. Объем эссе 10 предложений. Грамматикалық қатесі жазды 1 балл. Написали без грамматических ошибок 1 балл. Это задание оценивается в 5 баллов. Ал енді оқушылар, сабақты қорытындылаймыз. Тест арқылы қорытындылаймыз. Қандай тақырып өттік? А. Бір атаның балалары. Б. Менің атым Қожа. В. Кел балалар оқылық. Бір атаның балалары повесінің авторы кім? А. Ыбырай Алтынсарин. Б. Бердібек Соқпақбаев. В. Мұхтар Мағауин. Бір атаның балалары повесінің басты кейіпкердің аты кім? А. Алия. Б. Зигфрид. В. Қожа. Енді оқушылар үйге тапсырма жазып аламыз. Күнделіктеріңге жазып алыңдар. Сөздерді жаттау, выучить слова. 93-ші бетте бірінші тапсырма. На странице 93 упражнение 1. Письменное задание. По картинкам составить предложение. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.